Саламатсыздарбы окуучулар? Отурамыз. Бүгүнкү сабагыбыз казак тилин баштайт. Сабактын такырыбы денсаулыкты сактоо, кийин өнөр деп аталат. Бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып кетсем, коммуникативдик жакаятка сай, көркем бейнелеуч эмоционалдык экспрессивдүү сөздөрдү жана макал материалдык актив тиркестерди колданып, диалогке катышуу, пикир талаштар тез жана дұрыс шешим кабылдай білүү керек экен. Биз бүгүн тыңдалым айтым дагысы боюнча жумуш жасайбыз. Яғни сіздердің назарларыңызға қазір аудио мәтін тыңдаймыз, иә? жүріп келе жатқан зиянды тағамдар, тамақтану аясындағы ұзақ тамақ мөлшерін көтеріп, тамақ туралы асадан шек қолдарын, оның жүрісін нашарлады. Бүгін денсаулықты сақтаудағы тамақтану әдістерімен танысамыз. Тамақтану арасы 3 сағат бойынша. Тоқат ұйқыларға ішпеңіз. Аш жиналысында жарты сағат көрінген кейін, бір сағат өткен. Оқушылар жаңа аудио мәтін тыңдалды. Енді кім қалай түсінді? Қазір сіздерге кофе жаңа аластырғыш әдіс арқылы бұл мәтінді түсінгендеріңізді алайық. Мынада бір таяқша алып, сұраққа жауап береміз. Ал, қане бастайық. Жанерия, оқи ғой сұрағыңызды. Дұрыс тамақтану дегенді қалай түсінесің? Дұрыс тамақтану ол тек пайдалы заттарды ғана жеу. Ал мысалы, сен қандай пайдалы затты жөн көресіз? жеміс-жидектер, көкөністер. Жақсы. Адам неше күнде тамақтанады? 6 рет. Жақсы. Алужан, сіздің сұрағыңыз? Қысқы уақытта қандай тағамдарды жеген пайдалы? Қысқы уақытта жеміс-жидектер және дәрумендерге толы тағамдарды жеу жөн болады. Тамаша, рахмет. Иса? Спорттың денсаулыққа әсері қандай? Спорт өте пайдалы денсаулыққа иммунитет көтереді. Сосын денең қандай болады? Шымыр болады, иә? Мысалы, спортты сен қандай түрін ұнатасың? Баскетбол. Баскетбол. Сұрағыңызды оқи қойыңыз. Сен қандай спорт түрімен шұғылданасың? Мен футболмен шұғылданамын. Футболдың адамға қандай денсаулыққа пайдасы бар? Бұлшықеттерін өседі және де Жүгіресің, иә? жүгіру. Ыңғайлы, иә? Денсаулық адамның өміріне қандай мәні? Денсаулық ол созбайлық. Денсаулық болмаса өмірдің мәні жоқ, сәні де жоқ. Жақсы, жақсы. Аламыз. Ал, сұрағымызды оқимыз, Ақерке оқи қойыңыз. Денсаулықты сақтау кімге байланысты? Денсаулықты сақтау ол өзімізге байланысты. Біз жақсы тамақ ішіп жүрсек, ол денсаулығымыз мықты болады. Жақсы, Инабат оқи қойыңыз. Тамақтану ережесін бұзу қандай зардаптарға әкеледі? Тамақтану ережесін бұзу ол асқазан ауруына алып келеді және басқа да ауруларға алып келеді. Өзіміздің дұрыс тамақтансақ та өзіміздің өмірімізге де бұл жақсы. Гүлшат оқи қойыңыз. Денсаулық сақтаудың басты сыры неде? Денсаулықты сақтау үшін адам жақсы тамақтанып және де спортпен айналысу керек. Жақсы. Денсаулықты сақтау басты сыры неде? Денсаулықты сақтаудың басты сыры ол өзің спортпен шұғылданып, зиянды тамақтар жемеу. Жақсы, Әлше. Адам денсаулықтың арқасында неге жетеді? Денсаулықтың арқасында спортта көп кетеді. Тағы да. Ол көп өмір сүреді. Көп өмір сүреді. Жақсы, тамаша. Осымен келісеміз бе, оқушылар? Ал, сіздер мына кофе таяқшасынан сұрақтарды ала қойыңыздар бір-бірден. Ал, Канелия Говарды оқи қой. Денсаулығы жақсы адам өзі қалай сезінеді? Ол кісі өзінің еркін және де өзінің бұлшықеттерін сезіп, барлық спорт түрінде ол жақсы жүреді және де оның бұлшықеттері, оның денесі арта беріп, ол Аурудан қалай сақтану керек? Аурудан сақтану үшін гигиена, маска киіп жүру және де дәрігерге уақытымен барып отыру керек. Тамаша. Алужан, сұрағыңызды оқи қой. Сен денсаулығыңды қалай күтесің? Мен денсаулығымды мен пайдалы тағамдар жеймін және де спортпен айналысамын. Жақсы. Келесі Алужан оқи қой. Тамақтану мәдениетін қалай түсінесің? Біріншіден тамақты үстел басында
Ең басында сосын одан кейін не шашып төгіп жемейді тамақ. Мен тамақтың алдында қолымызды жуамыз. қол жуамыз, иә? Жақсы, рахмет. Арман оқиға. денсаулықты жақсарту үшін не істеу керек? Денсаулықты жақсарту үшін спортпен айналысып, дәрумені көп жемістер мен тағамдар жеу керек. Таза ауада? Таза ауада көп жүру керек. Жақсы, рахмет. Осы сұрақтардың жауап алды деп ойлайсыздар ма? Жақсы, рахмет. Ал оқушы, келесі тапсырма бізде мәтінмен жұмыс. Әр топқа қазір мәтін беріледі. Сол мәтінді оқисыздар. Содан кейін осыдан алынған ақпарат негізінде біз диалогқа қатысуымыз керек. Себебі біздің мақсатымыз жаңа тыңдалған мәтін ішіндегі тұрақты тіркес, мақал-мәтел сөздерді алып, не істейміз? Диалогқа қатысамыз. Бірінші топ сіздерге спортпен айналысудың артықшылықтары туралы, екінші топ сіздерге денсаулықты сақтаудың жаңағы дұрыс тамақтану тетігі туралы, үшінші топ Ал оқушылар дайын болса, жауабыңызды оқиық. Жаңағы спортқа қатысты, мына жерге келіңіздер. Оқушылар бірінші топтың жаңағы диалогы дайын екен, спортқа қатысты диалог құрастырдық деп тыңдайық. Сәлем Арайлым, қалың қалай? Сен жалпы денсаулық сақтау үлкен өнер деген ұғымды қалай түсінесің? Сәлем Ерболат, денсаулық сақтау үлкен өнер. Себебі қазіргі таңда адамдар өз денсаулығына неоңайлықпен қарайды. Өзің жалпы денсаулығына қалай мән бересің? Спортпен айналысқанды қолдайсың ба? Спорт мен денсаулығыма ғана емес, көңіл күйіме де жақсы әсер береді. Бір жағынан шынығып, сергіп қаласың. Жалпы күніне 1-2 сағат спортпен айналысқанды дұрыс санаймын. Керемет. Денсаулықты тағы да басқа қандай жолдармен сақтап қалуға болады? Әрине, тек жаттығу ғана емес, салауатты өмір салтын ұстану қажет. Ол дұрыс тамақтану, өзіне күтім жасау, дұрыс ұйықтау, ауырса дәрігерге қаралу, тағы басқалары. Жарайсың. Денсаулық жайлы көп нәрсе біледі екенсің. Басқа балаларға денсаулықты сақтау барысында қандай кеңес берер едің? Егер шапшаң әрі денелі адам болып өскің келсе, спортпен шұғылдан. Дәрумендер қабылдан, жеміс-жидектерді жиі же. Бұл сенің өміріне жақсы әсер береді. Өте керемет. Сау бол. Сау бол. Тамаша жауап, иә? Келісеміз бе екі оқушының айтқан жауабымен? Спорттың қандай пайдасы бар денсаулыққа? Шымыр боласың, жаңа көңіл көтереді, иә? Шапшаң боласың, жақсы, тамаша. Келесі топты тыңдайық. Дұрыс тамақтану денсаулық кепілі, иә? Екінші топтың тақырыбы дұрыс тамақтану денсаулық кепілі дейді. Қайырлы күн, Гүлша. Қайырлы күн, Абат. Гүлша, сен дұрыс тамақтану қағидаларын білесің бе? Жоқ, білмейді екенмін. Ол сонда қалай? Ал сен білесің бе? Әрине, адамдар өздері не жеп жүргенін білгені дұрыс. Мөлшерден көп жеп қойсан, ол семіздікке немесе түрлі ауруларға әкелуі мүмкін. Ұзақ өмір сүрушілердің басты себептері де дұрыс тамақтана білуге тікелей байланысты. Сонда күнделік өмірде не жеген дұрыс? Қандай тағамдар біздің ағзамызға пайдалы? Керемет сұрақ. Күнделікті өмірде жеміс-жидектер, ақуыз, су ішу қолдан жасаған тағамдар, көкөністер тағы басқа пайдаланған дұрыс. Біздің ағзамызға сұйық тағамдар өте пайдалы. Себебі олар тез қорытылады, өйткені тамағы тоқ, көйлек, көк адам уайымы болмайды. Тамақ жер алдында не себепті қол жуу керек? Егер таза болса не үшін жуамыз? Гүлша, біз әртүрлі заттарды ұстаймыз, сосын аузымызға тамақ саламыз. Бұл дұрыс емес. Қолда біз білмейтін микробтар толы, сондықтан тамақ ішер алдында және тамақ ішіп болған соң қолды жуу міндет. Және тамақты асықпай іш. Анамыз айтады ғой, тамақты асығып ішпей өлерсің. Сөзді асығып сөйлеме, күйінерсің деуші еді ғой. Ал сыртта тамақ ішкен бізге неге зиян?
Өйткені біз ол тамаққа не қосқанын білмейміз және сырттағы тамақ ертегіде қараған тонсыз әрі зиян. Анамыз тек көкөністерден пайдалы дәрумендер бар тағамдар пісіреді, ал сыртта белгісіз. Өте ақылды екенсің. Бұрын соңды осылай тамақ жайлы қызықты ақпараттарды естімеппін. Рахмет, біліп жүреміз. Сау бол. Жарайсың, басқаларға да өз білгенді бөліп сау бол. Тамаша, рахмет. Екінші топтың жауаппен келісеміз бе? Неге келісеміз? Тамақтар не қосатыныңыз білдіңіз. Дұрыс. Тағы қандай ойлайды басқамен? Тамақты көп мөлшерден артық жеп қоймасын. Дұрыс, денсаулыққа зияны бар. Жақсы, тамаша. Келесі үшінші топ денсаулық сақтау жаңағы өмірлік нұсқа деп аталады. Қасыдықтар. Бастайды. Сәлем Аушам. Қазіргі таңда денсаулық басты мәселе. Денсаулық зор байлық дегенді қалай түсінесің? Сәлем Жанелия. Қазағым бірінші байлық денсаулық дейді ғой. Расында да денсаулық зор байлық, оны ештеңеге де сатып ала алмайсың. Керемет сөздер. Ал енді дұрыс тамақтану бізге қандай көмегін тигізеді? Дұрыс тамақтана білу ол сау адамның белгісі. Мәселен, фастфудты көптеген балалар жақсы көреді, бірақ зиянды екенін түсінбейді. Денсаулықты құрту өзіне жасаған қылмысын деп түсінеді. Ауырып, ем іздегенде ауырмайтын жол ізде деп адамдар нені меңзейді? Қазіргі уақытта көптеген вирустар жүруде. Одан сақталатын жолдар шамалы. Дәрумендер ішу, дұрыс тамақтану, гигиена ұстау қажет. Дерт көп денсаулық, біреу денсаулықты сақтау барысында не істегенді құптайсың? Аурудың алдын алу үшін не істеу керек? Иммунитетті әрсіз адамдар дәрігердің қарауында болғаны жөн. Өйткені оларға ауру бірден жұғады. Ол қауіпті. Аурудың алдын алу үшін дұрыс қадам жасау керек. Егер еркін өмір сүргіңіз келсе, ең алдымен өзінің бастағаны дұрыс. Тамаша, үлкен рахмет. Дені сау, өмірің шаттыққа толы болсын. Сау бол. Рахмет, сау бол. Жаңағы оқыған диалогтарда сіздер қандай сөздерді қолданыңыздар? Мақал мәтел, тұрақты кез, сосын жаңағы эмоционалдық сөздер. Біз оны қайдан алдық? Мәтін ішінен алдық. Жақсы, рахмет, тамаша. Ал оқушылар бүгінгі сабаққа кері байланыс беру үшін мынадай нысаннан алдым. Сіздердің алдыңызда стикер жатыр, сол стикерге аттарыңызды жазып, мына нысанаға көздейсіздер. Жабыстырасыздар. Рахмет. Жаңағы ашық қалмайды. Бұл белсенді қатысты ме? Жақсы, рахмет.